Сәлем достар, бүгін бізде жаңа видео. Бүгін бізде Алматыдан әкесі машина алып келіп жатыр. Бірақ балалар білмейді. Олардың реакциясын көретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Уже әкесі талдырғанға кіріп жатыр. Балаларды жүріңдер далаға ойнап келеміз, ойнаймыз деп далаға алып шығам. Ана жақта әкесін күтіп алатын болады. Сол реакциясын бірге көріңіздер, қараңыздар, соңына дейін видео қызықты болады. Әкесі қандай машина алды. Балалар қазір ана комнатада отыр. Қазір барып бірге жүріңдер далаға ойнап қайтамын деп айтатын боламын. Қыздар, кетіп далаға ойнап қайтамыз да? Жүріңдер кетіп бірге далаға ойнап қайтамыз. Мариямды алыңдар. Ана жерде мусор тұр, тоже мусорды алып шығайық, кетіп жүріңдер. Қыздардың балаларының реакциясын көресің. Қайсы машина деп ойлайсыңдар? Қайсы машина? Қайсы машина өтетін? Машина новый утро. Көрсе білмеймін қайсы. Я пассажир. Хорошо, пошли. Пойдем. Ашыңдар. Алдыңыз бәле. Вау, ішінде шашу бар екен. Сен же алдына отыр дейді. Вау, сарқыттар бар екен. Мен әлі сезім біреуің алдына отырыңдар. Мен артқа отырам. Марияммен бірге. Мен аспира, кім аспира алады? Әкем аспира. Привет, достар, күшті ма алады? Қандай машина, Алихан? Күшті ма? Машинадан ма? Иә. Алихан жаққа кетіп сұрайын десем. Бүгін отырғанда. Отыр. Машина ұнады ма? Байқа асықпа. Ұнады ма машина? Алихан, ұнады ма машина? Мария. Достар, біздер жаңадан көлік алдық. Алматыдан Chevrolet автосалонның өзінен дилерский. Бағасы 6,5 миллион. Оптимум комплектация достар. Түсі мокрый асфальт достар. Міне балалар қуанып жатыр. Өзіміз машинамыз болды деп қуанып жатыр. Бізге құтты болсын айтып қойыңыздар, комментарийға жазып кетіңіздер құттықтап. Осымен біздің блог аяқталды. Қош сау болыңыздар.